Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Алшоғыразқызы бүгінгі видеороликте греческий аталатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың 4 түрлі пайдасы бар. Біріншіден, ол өте пайдалы, ағзамызға пайдалы дәрумендерден тұратын көкөністерді қосып жасалынатын салат түрі. Ал екіншіден, бұл өте қонымды ингредиенттерден тұрады, қалта көтеретін көкөністерден тұрады. Ал одан кейін үшінші пайдасы, бұл өте оңай әрі тез жасалынатын салат. Бұл салатты қонақ келгенде ұсынсаңыз да, немесе осы салат арқылы заказ қабылдап тапсырыс берушілерге жасап берсеңіз де, немесе төртінші пайдасы, бұл ПП рецепт. Арықтайым деп жүрген кісілерге көрсетсеңіздер, дәл осы салат арқылы арықтауға да болады. Бұл ақпараттармен бөліскен себебім, бұл салат өте пайдалы, өте сондай дәмі де жақсы болып шығады. Рецепттің мөлшерінің барлығы төменде описанияда қалдыратын боламын. Ал сіздер сол мөлшерден бір есе кішкентай етіп, немесе екі есе кішкентай етіп жасап көрсеңіздер, бірінші рет солай жасап көрсеңіздер де болады. Ал одан кейін мен бұл жерде біздің отбасымыз бұл салатты жақсы көргендіктен мен 2-3 есе көбейтіп жасаймын. Сіздер дәл сол мөлшерден 2 немесе 1 есе кемітіп жасасаңыздар, 1-2 тарелкеге шығады. Ең алдымен осындай брынзаны аламыз, көбейтіп барлығын турап аламыз. Егер үлкен деп ойласаңыздар, кішірейтіп, бұдан кішірейтіп турасаңыздар болады. Барлығын жақсылап жуып аламыз да, көбейтіп тураймыз. Әрқайсысын өзіңіздің көз мөлшеріңіз бойынша турасаңыз болады. Барлығы бір келкі болғаны қаласаңыз, онда бір де мөлшер етіп турауға кеңес етемін. Ең алдымен осылай брынзаны турап болған соң, тәтті бұрыштарды турайтын боламыз. Екі түрлі түсті тәтті бұрыш алуға кеңес беремін. Әдемі көріну үшін біріншіден, одан кейін екіншіден сондай яркий күшті цветтерді беріп тұрады. Салаттың түрін, түсін ашып тұратын осы тәтті бұрыштар. Сондықтан осындай екі түрлі түсін алыңыздар. Әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Содан соң 3 қияр, 5 қызанақ қосатын боламын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша консервный банкадағы оливки, 1 бума салат жапырағы, 1 бума укроп, 1 тал чеснок қоссаңыздар да болады, сарымсақ яғни. Содан соң укроп пен чеснокты өздеріңіз білесіздер, қосасыздар ма, қоспайсыздар ма, өз қалауларыңыз бойынша. Дәмін келтіру үшін мен әдейі қосамын бұл 2 ингредиентті. Яғни көкөністерді осылардың барлығын 4 етіп турап, бір ыдысқа жинап барлығын. Содан соң ең соңында кәдімгі корей тұзы бар ғой, ақ тұз, ащы. Соны қоссаңыздар, тіпті дәмі қатып кетеді. Одан кейін өзіміздің ас тұзымыздан да кәдімгідей қосасыздар кішкене мөлшерден. Содан соң барып, чим-чим деген осы капустаға арналған соус бар. Чим-чимнің. Содан кейін соны қоссаңыздар, ол да өте дәмді қылып тұрады. Ол біріншіден ішінде майлы қоспа болғандықтан дәмін келтіреді, және де оның ішінде осындай оливковый масло деп айтады. Ол сол салаттың соустың ішінде болғандықтан соны қосуға кеңес беремін. Ал оливковый масло болса, онда қосып жіберсеңіздер тіпті керемет болады. Менде мында ыдыс кішкене тарлау болғандықтан мен екінші ыдысқа ауыстырамын. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мөлшерін өзгертсеңіздер де болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де достар, осы видеоның жоғары жағына қарасаңыздар, инста парақша белгіленген. Сол парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Онда күнделікті жеңіл-желпі рецептермен бөлісетін боламын. Әрі пайдалы кеңестер де болатын болады. Жіберіп алмаңыздар, сондықтан тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде. Салат жапырағы міндетті түрде осындай свежий болып тұру керек. Солып қалған немесе кішкене жан-жағы қарайып қалған болса, онда салаттың дәмін де түрін де бұзып жібереді. Сондықтан осындай свежий түрін алыңыздар. Содан соң оливки бар ғой, кәдімгі консервный банкада, ішінде дәнегі жоқ, яғни ішінде өзегі жоғын алыңыздар. Сонда ғана ол көрік беріп тұрады. Біріншіден, ал екіншіден ол өзегі бары, ішіндегі ол әші болып кетеді. Яғни салатқа қоссаңыздар, дәмін бұзып жіберу мүмкін. Сондықтан ішінде өзегі жоқ оливки алуға тырысыңыздар. Укроп барлығын осылай кішірек етіп турап аласыздар да, барлығын бірге ыдысқа жинап,
Ең соңында соус қосып, тұз қосып, жақсылап араластырып, 1 сағаттың көлемінде тоңазытқышқа жібересіздер, чтобы ішіндегі жаңағы чим-чим арасына сіңуі үшін. Видеода қарасаңыздар, оливкиді тең ортасынан бөлгенмін. Сіздер де дәл осылай тең ортасынан бөлесіздер. Одан кейін сарымсақты міндетті түрде ұсақтап тұраңыздар. Әйтпесе әдемі көрінбейді, және де адамның аузына салған кезде де неприятно болып тұрады. Сондықтан міндетті түрде ұсақтап тұраңыздар. Одан кейін жаңағы чим-чимді қосып, жақсылап араластырасыздар. Бүкіл жеріне сіңетіндей етіп. Ақ тұзды барынша көп қылмаңыздар, себебі ащы болғандықтан өте ащы болып кетуі мүмкін. Сондықтан аз қоса беріңіздер. Бұл салат сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!